Сәлем менің YouTube көрермендерім, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Мен сіздермен күнделікті денсаулыққа пайдасы бар ақпараттармен бөлісіп отыратын боламын. Итмұрынды барлықтарымыз білеміз. Итмұрын барлық жерде өседі. Яғни итмұрын бағалы дәрумендерге өте бай жеміс. Одан дайындалған дәрі-дәрмек медицинада асқазан және бауыр ауруларын емдеуге қолданады. Ал гүлдерін шайдың орнына пайдалануға болады. Дәруменіне бай жемісті емдік дәрі ретінде әрі дәрумен түрінде көптеген 100 жылдықтардан бері кәдеге жаратып келеді. Оны тибеттік медицинада да қолданған. Шығыста итмұрынды аса жоғары бағалап, оның адам күш қуатын жоғарылататын, көңіл күйін көтеретін, әдемілік пен денсаулықты арттыратын қасиетке ие екенін айтады. Назарларыңызға итмұрынның емдік қасиеті жөнінде ақпаратты тыңдаңыздар. Итмұрынның тек бір бөлігін пайдаланбай, тамырынан бастап жапырағын, гүлін, жемісін де емдік дәрі ретінде кәдеге жаратады. Өсімдіктен түрлі емдік шарбаттар, тұнбалар, қайнатпалар мен сығындылар және шипалы өсімдік майын дайындайды. Сонымен қатар, халықтық медицинада бауыр мен өт қабы ауруларында, қуық қабынғанда, жүрек ауруларында, туберкулезге шалдыққанда арнайы қабылдайды. Итмұрын жемісінің 10-15 грамм күніне 1 рет, ал тұнбасын күніне 2-3 рет жарты стақаннан ішіп отыру қажет. Итмұрын қайнатпасының пайдасы. Итмұрын қайнатпасын дайындау үшін 1 келі кептірілген жемісін 1 литр суда қоюланғанша қайнатып, артынша сүзгіден өткізеді. Дәміне қарай қант пен лимон қышқылын қосуға болады. Дайын болған тәтті қоймалжыңды су құйылған ыдысқа салып, тағы да біраз қайнатады. Осындай тәсілмен қайнап шыққан қоймалжың сұйықтықты тыныс алу жолдары суықтағанда, суық тигенде ішсеңіз тез айығуға көмектеседі. Сонымен қатар, ота жасатқаннан кейін қан аздықта және қан айналымды қалыпқа келтіруде де осы өсімдіктің жаңа піскен жемістерінен тұнба дайындап ішсе пайдасы мол. Қайнатылған тұнбаның 1 стақанын күн сайын ішіп отыру қажет. Асқазан қыжылы мен бүйректе тас болса, немесе әйелдердегі қан кету кезінде де итмұрын қайнатпасы көмектеседі. Итмұрыннан дайындалған осындай тұнбалар мен шайларды үзбей ішіп жүрген адамның бойынан жұмысқа деген құлшынысын ауруға бейім болмайтындығын аңғаруға болады. Сонымен қатар, бас ауруының да алдын алатын қасиеттері бар. Қан қысымыңызды өте жақсы керемет қылып түсіреді. Итмұрын тұнбасынан шай дайындау үшін 1 ас қасық итмұрын жемісіне 1 стақан қайнаған су құйып, 10 минут эмалды ыдыста қақпағы жабық күйде қайнатады. Мұндай шайды 1 күн тұндырып қоюға да болады. Содан күніне дайын шайдан 1 стақаннан ішеді. Бұл өсімдік дәруменіне бай болғандықтан, оның құрамында адам ағзасына қажетті микроэлемент өте көп. Сондықтан да оны жүкті әйелдерге де ішуіне болады. Одан жасалған дәрілер адам ағзасы үшін өте қымбат дәрі-дәрмектің орнын алмастыра алады. Итмұрынның тамырын күз мезгілінде қазып алған дұрыс. Оны салқын сумен тазалап, жуып, қараңғы жерде сақтайды. Итмұрынның тұқымына ауруды басатын, жараларды жазатын өте қымбат май алуға болады. Оған қоса бұл жидек сығындысы толық адамдарды жүрек талмасынан қорғайды. Жүрек ауыратын және қан қысымы жоғары адамдар итмұрын тұнбасын күніне 40 граммнан 60 апта бойы ішуі керек. Сіздерге менің ақпаратым ұнаған болса, көмегі болса, міндетті түрде комментарий жазып, менің каналыма тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Бұның барлығы менің әжемнен қалған рецепттер.